Құрметті достар, мінекей 14 сәуір 4-25-те қазақ еліндегі үлкен білім ордасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне табанымыз тиді. Ары қарай жалғастырамыз. Білім ордасы 1934 жылы құрылған. Бұрыннан таныс атақты білім ордасының адамға сыйлайтын сезімі ерекше. Артымызда атақты Әбу-Насыр Әл-Фарабидің мүсіні. Бұл білім ордасы әлемдегі алдың қатардағы 200 университеттің қатарындағы әйгілі университет. Жанға жайлы орта, табиғатпен етенек көрініс, мұнартқан Алатау бұл білім ордасының көркіне көрік қосып тұрғандай. Мінекей Әл-Фараби кітапханасы. Арасында көзге таныс әріптерді шалып қалады. Студенттерге қолайлы дүкендер және мектеп ауласындағы көңілді студенттік шақ. Мектеп ауласындағы су бұрқаққа 12 жылдың мүсіні бедерленіпті. Орман қарай жалғасып кеткендің жолдағы сағат білім үшін уақытпен жарыс деп тұрған сынды. Өзімнің жаныма жақын журналистика, филология, тарих факультеттарының да қасына барып қайттым. Ұлттық университетінде жалпы 182 мамандық және 16 факультет жұмыс істейді. Өздерінің арнайы корпустары, оқыту кабинеттері бар. Бұл видеоны көріп, достарымен бөліскен әрбір жандарға және олардың ұрпақтарына осындай атақты білім ордаларынан білім алуды нәсіп етсін. Видеоның соңын атақты адамдардың сөзімен аяқтаймыз. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері зор, тілек мақсаты ақиқатпен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болу шарт. Әбу-Насыр Әл-Фараби. Тек ақыл ой, ғылым, ерік жігер, ар, ұждан ғана адамды жоғары көтереді. Басқаша көтерілуге болады деп ойлау тек ақымақ қана мүмкін. Абай. Республиканың басты байлығы бұл өте пайдалы қазбалар ғана емес, сонымен қатар ғылым мен технологияны бұзуға қабілетті адамдардың өз ғалымының жетістігі. Қаныш Сәтбаев.